Барлығыңа сәлем, біз бүгін кетуді жайлы айтатын боламыз. Неге кетуді десеңіздер, жақында кетуді жайын деп жатыр. Сол себепті мен кетуді жайлы барлығын білгім келді. Ол үшін маған кетудің барлық бөлімін өту керек болады. Мен кетуді екіні списоктан сызып тастадым. Себебі графиканы ашқан сюжетке қатысы жоқ. Бірақ кетуді үстінде қатысы жоқ. Бірақ сонда да. Және мен кетуді 5 пен кетуді 7 өтіп қойғандықтан, оларды да списокқа қоспаймыз. Сонымен, бізде списокта GTA 3, GTA Liberty City, GTA Stories, GTA San Andreas және GTA 4. Бізге осындай өту керек болады. Сосын достар, ұзақ уақыт шықпай кетті. Сабақта көңіл бөлу керек болды. Просто бізден бір қатал, сол себепті видео шықпай кетті. Бірақ мен уақытта бұл видеоны жасадым. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Біз бастаймыз. One kiss is all it takes. Дарымнадан басталды. Біз бант ойнамақшы боламыз, бірақ бір қыз аты есінде жоқ. Ол бізді сатып кетеді. Sorry babe, I'm an ambitious girl. Сосын біз полицияға ұсталып қаламыз. Сол кезде бізді түрмеге апарып жатқан кезде бізбен бірге бір банданың главасы отырады. Оның адамдары главасын құтқармақ болады. Сол уақытты пайдаланып біз де қашып кетеміз. Осыдан кейін бізге машинаға отырып біреуді апару керек болады. Оның таныстары бар екен. Содан соң оны сұраған жеріне апарамыз. Сол кезде бізге киім, сақталатын жер және машина қоятын жер береді. Сосын біз Луиджи деген адамның үйіне барамыз. Сол кезде ол бізге біздің бірінші миссиямызды береді. Бір қызды апару керек болады. Біз оны тез істеп тастаймыз. Задание орындағанымызға $1500 береді. Біз дереу екінші заданияға кірсеміз, ол жерде бізге бір записка береді. Луиджидің қыздарына біреу тиісіп жатыр екен. Біз ол адамды битамен ұрып машинасын бояп алып кетуіміз керек. Біз дереу барып оны ұрып өлтіреміз де машинасын бояп гаражға апарамыз. Ал келесі задание бізде Мешси деген қызы Джой деген адамға апаруымыз керек болады. Содан соң бізде бұл адамға задание ашылады. Енді біз екі жерден задание аламыз. Енді біз Джойдың заданиясын аламыз. Короче, Джойдың қарызын төлемегендіктен біз ол адамның машинасын алып, ішіне бомба орнатып, қайтадан орнына апарып қою керек болады. Апарып болғаннан кейін біз тек тамашалауымыз керек. No, God! No, God, please, no! 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 Енді біз қайтадан Луиджиға келіп задание аламыз. Бұл заданияда біреу бұның жерінде жұмыс жасап жүр екен. Луиджи бізге ол адамды өлтіруімізді сұрайды. Біз алдымен магазинге барып пистолет алуымыз керек. Алып болған соң біз ол адамдарды тауып өлтіреміз және бүгінге осы. Достар, егер жалғасы шықтан қаласаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Ендеше сіздермен болған мен Зеп. Сау болыңыздар.